Баршаңызға сәлем, біздің каналға қош келдіңіздер. Сіздер өтінгендей қолғаптың қалай тоқылатынын көрсетем бұл видеода. Қолғаптың размері 1 жасқа дейінгі балаларға арналған. Сіздер тура осы тәртіппен тоқылады. Үлкені тек қана көбірек ілмек аласыздар. Ұзындығы 12 сантиметр, ені 16 сантиметр болады. Арғатта барлығын көрсетем, қай жерден қалай тоқылатынына қатысты. Біздің каналға жазылыңыздар, жазылмасаңыздар, соңына дейін бірге тоқып шығайық. Ұнаса бөліссеңіздер болады. Отыз ілмек алдым. Башағын көрсетпей қояйын дедім, көбіңізге белгілі шығар. Мына жерден енді қосамыз. 30 емес, 31. Біреуі қазір қысқартылып кетеді. Ол үшін оң жақтағы ғана кіргіземіз біреуін. Мына жердегі бір ілмекті алып, былай қысқартып жібереміз. Сосын жібімізді астында тұрған жіпті тартып жіберейік. Міне сонда мына жерде тоқылған, ешқандай қадамдар болмайтын көрінеді. Енді тоқуға кірісеміз. Бұл кәдімгі оң теріс резинкасы болады. Башағын көрсетіп жіберейін. Оң теріс. Кәдімгідей неге? Оң теріс. Тоқи береміз өзімізге керек ұзындықта. Сіздер көріңіздер, мүмкін сіздерге ұзындау резинка ұнайтын шығар. Мен біреу тоқып қалғанға соған қарап отырып тоқимын, екеуі бірдей болу үшін. Оң теріс, яғни мынандай резинканы тоқып шығайық. Резинкасын тоқып болдым, оң қатар шықты менде. Мына жердегідей бірдей. Санаған жақсы. Сол кезде сіздерге тура болады. 11 қатар жай ғана айналдырып, оңға айналдырдым. Теріс бетіне тоқылғанның өзінде. Енді бар ілмегімізді біз екіге бөлеміз. Менде 15-те 15 болды. Ал бергі жағында, яғни саусақ жақты, алақан жақтында екіге бөлу керек. Егер екіге бөлінбесе, яғни 15-те 2-ге бөле алмаймыз ғой. 8-де 7. Көбірек біз саусаққа жібереміз. Яғни оң жақты тоққан кезде мен мына жақтан 8 ілмек жібердім. Енді мына сызықты бізге былай қарап тұру керек. Сол жақтағы нені тоқимыз. Сызықты, саусақты тоқимыз. Енді қазір көрсетейін мен. Қазір біз жай тоқимыз. Соңына дейін тоқу керек осы спицаны. Енді осының аяқ жағында бір ілмектен қосылады. Мына жерге мұқият болсақ, оң жақты, яғни мына жақты мен тоққан кезде қалай қосып отырдым. Жіпті былай алып отырдым. Мінекей. Жай көрсетейін. Тағы да көрсетіп жіберейін. Бұл оң жақтағы қолғапты қосқан кезде. Енді біз сол жақтағысын тоқып жатқандықтан былай аламыз. Осылай қалдырдық. Енді келесін тоқимыз. Яғни мына 8 ілмек бұл бізде саусаққа кетеді. Қанша қосу керек десе, ол қанша ілмек саусаққа кетті, соның орнын толтыру керек біз. Яғни 8 ілмек қосылу керек. Осылай қазір тағы да айналып келейік. Сіздерге түсінікті болу үшін мына жақтан іле салайын бас жағын. Видеода қай жерін тоқып жатыр дегендей сұрақ туындамау үшін.
қазір айналдырып осы жерге дейін тоқып келейік. Міне айналдырып келдім. Қазір біз қосылған ілмекке келеміз. Мінекей, біз қосылған ілмекті егер мына жақтан алатын болсам, міне ішкі жағынан аламыз сонда. Осы жерден және де тағы да бір ілмекті қосып кетеміз. Егер үлкен ересек адамдарға тоқсаңыздар, әрине бұл жерде басқаша бір қатарда ілмек қосылса, екінші қатарда жай тоқылуы керек. Осылайша кезек-кезек болады. А бізде кішкентай балаға болғандықтан бізде әр қатарда қосыла береміз. Қосымша ілмекті қоса береміз. Мыналарды жай тоқып шығамыз. Мінекей, енді керекті ілмектері шығам дегенше тоқиық. Ол дегеніміз, мына ілмекте біз қосып атқан 15 ілмек болу керек. Ана 8 ілмек ол саусаққа кетеді. Соған дейін тоқып шайық. Мінекей қосылып болды. Мына жерде санап көрсеңіздер болады. Мысалы 15 ілмек, яғни қосылған. Ол бастағы бізде керек. Мына саусақты ілмекке іліп алдым. Енді бұларды басқа жіпке өткізіп қоямыз. Ол үшін істесек жеткілікті. Айтпақшы, мына жерде соңғы қосылған ілмек тұр бізде. Содан кейін саусақты тоқымай жинап тастау керек. Соңғы ілмекті қосқаннан кейін. Текті ішіне салып қойайын, кетер кетпеу үшін. Енді тоқымамызды жалғастыра береміз. Мына жерді жақсылап тарту керек. Мына жерде бізде тесік болып қалмау үшін, мына саусақтың, мына беті ғой, тесік болып қалмау үшін жақсылап тартамыз жіпті. Екі ілмекті тоқу қиындау, сол үшін қазір бірден бөлеміз оны. Міндетті түрде емес бірдей болу. Ең бастысы бізге оңай болу керек. Айналдырып тоққан кезде. Міне жай оң қылып тоқып жатырмын. Енді қаншалықты тоқимыз. Соны айтып кетейін. Осылайша айналдыра тоқи береміз. Мысалы, мына жерден бастап жатырмыз ғой тоқымамызды. Мына кішкентай саусақ жабылам дегенге дейін тоқу керек. Содан кейін қысқартылу жүреді. Мысалы, үйде болса балаларыңыз кездесіп көресіздер. Саусақ жабылды, яғни қысқарту керек болады. Немесе өлшеп алсаңыздар болады. Мысалы, мына жерден былай дегендей. Ең үлкен саусақты да өлшеуді кеңес береді. Өйткені кейбіреулердің ұзын болатын, ересек адамдарды тоқсаңыздар. Сөйтіп өлшеп көресіздер, қай жерге дейін болатын. Ал мына жерден бастап біз қысқартамыз. Яғни мына жерде қарасаңыздар көп емес, кішкентай болғандықтан. Мына жерде 6 қатар. 6 қатардан кейін мен қысқарттым. Енді айналдырып тоқи берейік. 6 қатар. 6 қатар тоқып шықтым мына жерден. Санасаңыздар болады. Сіздерде қанша шыққанын. Енді қысқартуға көшеміз. Екі түрі бар қысқартудың. Мысалы, мына жерден екі шетінен, ажағында екі шетінен қысқартылады. Бірінші түрі ілмекті былай алып отыруға болады. Бірақ мен тығыз тоққандықтан олай емес. Сәл басқаша алып отырам.
бір ілмекті, екі ілмекті ілдік. Үстемді алдындағысы, яғни артындағысы ілмекті алдыға қарай тастаймыз. Осылай. Және де тартып отыру керек. Өйткені ана екі шеттен былай болады сонда. Екі шеттен алғандықтан ортасы ашық болып қалмау керек. Осы бір қатарын сіздерге көрсетейін. Жай оң қылып ала берейік. İşte бір, екі алдық. Арттағысын аламыз. Ілмекті қазір жақыннан. Мінекей. Сөйтеміз мынаны. Қазір мына жерде жібін дұрыс істемедім. Қайтадан көрсетейін. Арт жақтағы ілмекті алдық, алдыға тастадық. Қысқартылды. Мына бетте де тура солай қайталаймыз. Ілдік, сәл тартамыз. Мына жерде ашық қылып қалмау керек. Екіншісінде ілдік. Қазір мына жерде де көрсетіп жіберейін. Бір қатарды сонда бірге қысқартып шығамыз. Алдым, іліп шығардым. Осылай керекті ілмектер қалам дегенге дейін тоқып шығайық. Қысқартудан мына жерде үшеу, төртеу, мына жерде үшеу, жетеуі қалды. Осы жеткілікті. Енді барлығын жіпке өткіземіз. Міне сағат тілімен жүргендіктен біз бірінші мына жақты аламыз. Ілмекке өткізіп алайын. Бір, екі, үш. Жеге дұрыс емес қазір. Кішкене басы, кішкене ілмекті алсаңыздар болады, сол кезде оңайырақ болады. Кейінгі төртеуі. Жақсылап тартамыз. Үстеміздің астынан
өткізіп алу керек. Мына жер тесік болып қалмау керек. Бір түйін жасап жіберейік, сөгіліп кетпеу үшін. Артығын ала салайын. Қазір жіпті тыққан кезде кедергі етеді. Қысқалау келіп жатыр. Осылай тығып шығайық. Мына жерге дейін тығам, кейін артығын қырық тастаймын. Мінекей, тыққанда ашағы былай көрінеді. Мен ана жер жіпті алып тастап, ілмектерімді өткізіп алдым спицаға. Енді мына жерде бізге 3 ілмек аламыз қосымша. Егер алмасаңыздар, сол жерде ашық болып қалады. Ол үшін кәдімгідей мындай ілмекте алғандай істейміз. Мен мына жерден алым келіп жатыр. Жоқ, мына жерден ала берейін. Саусағымыз сындай тесік болып қалмау керек. Біреу. Түйін кейін артық жіптерді тығып тастаймыз оны. Мына жерден біреуін алайын. Және мына жерден үшіншісін алам. 8 ілмек. Қосымша 3, бізде сонда 11 болады. Бұл жерде де 6 қатар тоқимыз, қысқарту болмайды. Кейін ұшын жаңа мына жерге істегендей барлығын ілмекке жинап тығып тастаймыз. Бірінші қатар тоқу басталды бізде. Саусақ тез тоқылады. Жай оң қылып тоқи береміз бұл жерде. 6 қатар, жаңа айтқандай қайталап кетейін. 6 қатар тоқыңыздар. Сосын барлығын бір жіпке өткізіп алыңыздар. Істесіздерді түйін қылып жинап тастайсыздар. Мына жерге жақсылап тартып жіберейік. Мына жеріміз мындай тесік болып қалмау үшін. Мына жер тесік болып қалып, мен тағы бір ілмек ала салайын, етпесе ашылып кетеді. Кейін оны қысқартып жібереміз. Өйткені мына жерде ондай болмаған еді. Қазір осылай қалдырсам, бұл жер тесік болып қалады. Маған керек емес ондай болған. Былай алайын мен. Ілмекпен ішкі жақтан алайын. Айқастырып алсақ, сол кезде ішкі жақтан ілмекпен алып шықтым. Ең басына жер қаттымдай тесік болып қалмау керек. Сол үшін алдым. Әйтпесе 11 ілмек болады. Кейін біреуін жаңа қысқартып жіберуге болады оны. Тоқу барысында. Енді өстіп тоқып шығайық. Мінекей, саусағымыз бітірдік. Мына жерден біреуін қысқарттым мен. Мына жер қосқан. Мінекей, өзі көрініп тұр. Өйткені 11 ілмек болу керек еді. Басқа ешқайсысын қысқартпадым. 6 қатар тоқып болғаннан кейін
барлығын бір жіпке іліп осылай қысқарт жинап алдым, және жіптер ішіне тығылды. Рахмет, соңына дейін қарасаңыздар, жазылыңыздар біздің каналға, бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.